Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұмсақ, балды тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне шекер қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқалы массамызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Ол майымыз міндетті түрде жұмсақ болуы тиіс. Себебі қатты болса, біз қолымыздағы венчикпен араластыра алмай қаламыз. Майымызды араластырып болғаннан кейін бал қосамыз. Және тағы да араластырып аламыз. Жақсылап араласқан соң үстіне сүт қосып араластырамыз. Енді бұл массамызды водяная баняға қоямыз. Міндетті түрде астында су қайнап тұру қажет. Водяная баняға қойып, майымыз ерігенше араластырамыз. Енді майымыз еріген кезде содамызды, ас содасын уксуспен гасить етіп, осы массамызға қосамыз. Ол аппақ болып көпіреді. Енді оттан түсіріп, оған ұн қосамыз. Ұнды бөліп қосқан кезде қамырымыз түсіп қалмай жақсы иленетін болады. Ұнымыздың мөлшерін 400-450 граммнан асырмау қажет, әйтпесе қамырымыз қатты болып қалады. Қамырымыз дайын, осындай консистенцияда болады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Енді оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта 1-2 сағат тұрды. Енді оны ыдысымыздан қамырымызды шығарып аламыз. Қамырымызды енді колбаска қылып жаямыз, ұзын қылып. Және оны керек бөліктерге бөлеміз. Мен 24 диаметрде істегендіктен 8 бөлікке бөлдім. Егер де одан үлкен диаметрге істейтін болсаңыздар, аз бөлікке бөлесіздер. Және де барлығын осылай қолмен бірінші жайып аламын. Кішкене дөңгелек қылып, сосын барлығын пергаментке жайып пісіреміз. Пергаментке қойып, бірден пергаментке қойып жайған ыңғайлы. Себебі дастарханға жабысып қалуы мүмкін. Егер де оқтауларыңызға жабысып жатса, осылай үстіне пергамент қойып елесеңіз, жайсаңыздар, оңай жайылады. Енді диаметрімізді өлшеп алып, бетіндегі пергаментті алып тастаймыз. Дағыны вилкамен, шанышқымен тесіп, 180-200 градуста 3-5 минутқа пісіріп аламыз. Корждарымызды барлығын осылай пісіреміз. Өте жұмсақ болады. Және де диаметрін тағы да өлшеп, артық жерлерін алып тастаймыз. Бізде 1-8 корж шықты. Барлығы жұмсақ, әдемі болып пісті. Кремге мен қаймақ қолданам, қаймақ пен сгущенка. Екеуі араласқан кезде керемет бір дәм береді. Біздің балды тортымызға екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді корждарымызды жинаймыз. Кольцомен жинаған дұрыс, себебі
Korjlarımız birkelik болып жиналады. Korj, krem қылып жинай береміз. Әр korjға 3-4 қасық 3-4 шай қасық крем кетеді. Медовый тортқа негізі заварной крем де болады, бірақ қаймақпен дәмі керемет болып шығады. Дайын болғаннан кейін оны холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шыққан кезде осылай пышақпен шет-шеттерін кесіп кольцомыздан шығарып аламыз. Кольцомыздан шығарғаннан кейін енді біз жаңағы шетіндегі крошкаларды оқтауменен езіп аламыз. Біздің крошкаларымыз осылай болып шығады. Өте әдемі болып шығады. Енді біз оларды медовыйымыздың шетіне және де үстіне осылай лопаткамен де болады, қолмен де істеуге болады. Осылай шет-шеттеріне жағып шығамыз. Міне біздің медовый тортымыз дайын. Оны кесіп көрейік. Медовый тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Осы тортты дайындап, жақындарыңызға қуантыңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп